Вообще бәріңе сәлеметсіздер, мен бүгін Нұрс. Тәктесілер, бүгін біз ең танымал аккаунттарды қарайтын боламыз. Видео сәлеметсіздер барына атырға лайк бастың ба? Онда кеттік. Тоқта, айтпақшы комментарий жазуын ұмытпа. Комментарий жаздың ба? Онда кеттік. Ал енді мен еңіне қарайтын болсақ, A4 OMG ма сондай. Ал енді үстіне келетін болсақ, үстіне Sayonara бой, көк свет, қолында MP5. Бұл негізі вообще Free Fire ойнамаған. Бұл просто реклама үшін келген. Free Fire'ға сөйін қайтан Free Fire'дан кетіп қалды. Ал енді лайгі 0. Ал енді мұнан ұры. Ойпай! 25. Респект қойны, респект. 25 уровень, 0 лайк. Ал енді біздің келесі аккаунтымыз. Ал енді бұны барлық фрифайрщиктер таниды деген ойдан. Жаба YouTube онлайн отыр екен. Түрде тасай салдық. Қазір енді изучить етіп көрейік. Ойлаш қабылдақ баса, е. Ал енді мұнан уровень 71. 25.518 лайк. Ал енді мұнан пропусктары. Ойпа, янашты 333 жинап саңы. Қашаннан бастап ойнады, соштен бастап алып отқанғы. Да көкіміз. Бұтында штаны Ангела. Үстінде Сакура. Гильясы Каспорт. Өз лидер. Осындай. Бұл рейтингтен эксперт, көп рейтингтен алмас 4. Осы. Ал енді біздің келесі аккаунтымыз. Ал біздің келесі аккаунтымыз ол Кронос, яғни Рональдо. Бірақ бұл қазір аккаунтпен кім Рональдоны ойнамайды. Бұл Рональдоның баласы ойнайды бұл аккаунтпен. Рональдоның баласы ойнайды. Үстіне осы сет. 5 лайк, 19 уровень. Пропусктар ойнап келатқаннан бастап алынған. Free Fire хық деген. Көрші атасын шына келеді. Ал енді біз келесі аккаунтқа келетін болсақ, бұл аккаунт бәрін білетін не бұл Азамның аккаунты. Ол қазір Чернота гильясында ол. Ойпа, мына сет. Чо за тяги, бархатный тяги. Кефтіме оларымыз ет. Ал енді оның гильясы Чернота, өзі лидер. Пропусктар ойнағаннан бастап алынған. Көрші осындай аккаунт. Патыл аккаунт. Ал міне біздің видеомыз осы мәресіне де жетті. Бәріңіз сіздермен болғанмен Нұрс. Қоштаспаймыз. Сау бол дейміз. Бәріңе сәттілік.